Бисмилля сөз бастаймын, я рахман. Нұр болып ай менен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз, құлақ салып, ей мұсылман. Жезөкше атауы. Ібілістің о баста өкшесі болған екен. Ібіліс қарғыс қамытын киген соң, ерлі зайыплардың арасына от салып, араздастырып, ажыратып жіберуді кәсіп қылыпты. Иманы әлсіздерді зинақорлыққа азғырады екен. Осындай лас іспен айналысып, адамдардың қарғысын ала берген соң, екі өкшесі ойылып түсіп қалыпты. Өкшесінің орны уақыт өте келе мүйізденіп қатаяды. Жұрт оны жезді өкше, жезөкше деп атапты. Ел арасында жеңіл жолға түскен әйелді жезөкше деп атау осыдан қалған екен дейді. Қазақта ерлі зайыптың ортасына есі кеткен түсет деген мақал Ібіліске қарата айтылған екен дейді.